Сәлем достар, қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауық етінен дәмді кешкі ас жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен қызып тұрған майымызға тауық етін салып қуырамыз. Біз тауық етін ұзынша етіп турап алған болатынбыз. Жақсылап қуырылған тауық етінің үстіне жуамызды салып қуырамыз. Және де үстіне ұнымызды салып араластырамыз. Жақсылап қуырылып болған соң үстіне сәбізімізді салып араластырамыз. Жақсылап қуырылған сәбізіміздің үстіне қызанақ шырынын қосып араластырамыз. Және де үстіне чесногымызды, тұзымызды және де дәмдеуішімізді салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бетін жауып піскенін күтеміз. Енді кезекте үстіне сметанамызды салып жақсылап араластырып 5 минуттай қуырамыз. Соусымыз осымен дайын. Енді кезекте картоптарымыздан пюре жасайтын боламыз. Картопымызға майымызды салып және де тұзымызды салып жақсылап езіп шығамыз. Менде осындай картоп пюресі дайын болды. Достар, тауық еті соусынан жасалған осындай кешкі асымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де осылай қызанақтармен безендіруді ұмытпаңыздар.